Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді және жұқа болып шығатын құймақтар жасайтын боламыз, яғни блинчики жасаймыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне 1 ас қасық қант саламыз да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң шым-шым тұз саламыз да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң осылай ұнымыз бен сүтімізді осылай кішкене-кішкенеден, яғни бөліп-бөліп салып, осылай араластырып алатын боламыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Осылай тағы да сүтімізді, содан соң ұнымызды міндетті түрде електен өткізетін боламыз. Осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Ешқандай комочка қалмау керек. Сол себепті жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында 1 қасық сұйық майымызды құямыз да, осылай тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Оның үстіне осылай майымызды жағып шығамыз да, құймағымызды құямыз. Табада осылай видеода көрсетілгенде айналдырып шығамыз. Айналасы осылай қызарғанда екінші жағын аударып қоятын боламыз. Бірінші жағы екінші жағына қарағанда өте тез піседі, сондықтан қарап қойыңыздар. Мінекей пісті, осылай аударып алып барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Сонымен менің құймақтарым дайын болды. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Егер ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.